Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Жоғары деңгей 32-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы отбасы қаражаты. Грамматикалық тақырыбы қимыл есімі. Грамматика. Ережемен танысыңыз. Қимыл есімі тұйық етістік. Іс-әрекеттің өзі емес, сол әрекеттің атауы ретінде қолданылатын етістіктің ерекше түрі. Жақтық, шақтық мағынада қолданылмайды. Қимыл есімі у жұрнағы арқылы жасалады. Әрекеттің атауы ретінде қолданылады және есімдерше түрленеді. Мысалы, көптеледі, тәуелденеді, септеледі. Тұйық етістік жіктелмейді. Жақшадағы сөздерге қажетті қосымшаларды жалғап жазыңыз. Мысалы, студенттердің көпшілігі өз денсаулығына капитал ретінде қарамайды. Олар бұл капиталды дамыту керектігі туралы ойланбайды. Әр жолдан бір артық сөзді сызып тастаңыз. Себебін түсіндіріңіз. Мысалы, оқу, үйрену, жазу, кіру. Бұл жерде артық сөз кіру. Жаңа сөздермен танысыңыз. Артық, лишний, ақша шашу, разбрасываться деньгами, бекер, зря, попросту, әдет, привычка, жөндеу, чинить, ремонтировать, күнделікті, повседневный, қарыз, долг, қаражат, финансы, құмар, сильное желание, влечение, құпия, секрет, несие, кредит, нарық, рынок, түбіртек, чек. Берілген сөздермен сөйлем құрыңыз. Қарыз, қаражат, құмар, құпия, несие, нарық, түбіртек. Мысалы, қарыз қатынасты бұзады. Көрсетілген сілтеме арқылы кіріп, сабақты толық орындайсыздар. Назарларыңызға рахмет.